Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, осылай керемет дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратын салатты үйрететін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға осылай бір жұмыртқаны салып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластыру қажет, сол кезде блины әдемі шығады. Енді табамызға осылай азырақ майымызды жағып жібереміз. Содан соң дайында болған жұмыртқамызды блинчик секілді осылай пісіріп аламыз. Бірінші жұмыртқамыз пісем дегенше екінші жұмыртқамызды дайындап қоямыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып қоямыз. Табадағы жұмыртқамыздың қызарғанын білу үшін бетіндегі сұйықтықтар бәрі толықтай осылай піседі. Содан соң екінші бетіне аударамыз. Тура солай екінші жұмыртқамызды да пісіріп аламыз. Дайындап қойған сұйықтығымызды осылай құйып, тура солай блинчик сияқты пісіреміз. Екінші рет табамызды майлаудың қажеті жоқ. Бастапқыда майласаңыздар жеткілікті. Міне жұмыртқаның бетіндегі сұйықтықтар бәрі толықтай пісті. Енді екінші бетіне аударамыз. Тура солай 3 жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Жұмыртқамызды пісіріп алғаннан кейін міндетті түрде салатқа қосардан алдын салқындатып алу керек. Міне салқындатып алдық. Осылай 3 жұмыртқа. Содан соң осылай ұзын-ұзын бөліктерге бөліп турап аламыз. Осылай 3 бөлікке бөлеміз. Бір-бірінің үстіне біріктіріп, осылай ұзын-ұзын етіп тураймыз. Міне жұмыртқамызды турап алдық, осылай әдемі болып шығады. Содан соң пісіріп алған етімізді осылай бөліктерге бөліп, ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Егер де тауықты ұнатпайтын кісілер болса, осы салат таптырмас салат. Етімізді алдын ала пісіріп, дайындап қоямыз. Етті де салатқа қосардан алдын жақсылап салқындатып аламыз. Осылай етіміздің бәрін турап шығамыз. Етіміздің бәрін әдемілеп турап алдық. Ыдысымызға салып, енді қиярымызды да тура солай осылай ұзын-ұзын етіп, әдемілеп бөліктерге бөліп турап аламыз. Тұздалған қиярдың орнына свежий қиярды қолдансаңыздар да болады. Бірақ тұздалған қиярмен дәмі ерекше дәмді болып шығады. Қиярды да осылай ұзын-ұзын етіп турап алдық. Енді ыдысымызға салып, горохымызды саламыз консервадағы. Содан соң шым-шым тұзымызды саламыз. Содан соң майонезімізді саламыз. Бәрін салып болғасын жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Енді әдемі тәрелкелерге салып, тарту етсеңіздер болады. Мінекей салатымыз осылай керемет болып шықты. Салатымыз өте тойымды, жасалу жолы оңай.
менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.